Баршаңызға сәлем, менің есімім Жанар. Бүгін мен сіздерге қытырлақ, дәмі ауызда еритін, өте дәмді шайға арналған дастарханның көркі қуырстың рецептімен бөліскім келеді. Оған керегі жұмыртқаның 2 сарысы, бітеулеу 2 жұмыртқа және қант, ұн, тұз қажет. 2 жұмыртқаның сарысын алып, 2 қасық қант саламыз үлкен қасықпен, 1 шымшым тұз, 2 жұмыртқа бітеулеу салып, жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Қанты ерігенше араластырып алып, онан кейін ұнымызды қасықпен алып себелеп, қуырысымыздың қамырын илей бастаймыз. Қасықпен бірінші мүмкіндігінше қасықпен біркелкі етіп араластырып алу қажет. Онан кейін бұның қуырыстың қамыры сұйық болмау қажет, қаттылау болу керек. Сол қасықпен ұнды себелеп отырып, қолымызға алып, қолымызбен илей бастаймыз. Қолымызбен илеп, егер қолдарыңызға жақсы батса, сіздер май жақсаңыздар болады. Мен бұл жолы май жақпаймын, ұнды сеуіп, жақсылап қамырды жұдырығыммен бастырып, жақсылап араластырып илей бастаймын. Осылай жақсылап басын біріктіріп, қамырымызды бастырып, пакетке салып, 20-30 минутқа қуырыстымыздың қамырын қойып қоямыз. Содан соң ол басы бірігіп, қамырды қайтадан бастырып, алып 2 бөлікке бөлемін. 2 бөлікке бөліп, біреуін пакетке салып қоямын. Қамырымызды қуырыстың жая бастаймыз. Жайған кезде шетінен бастап ұнды себелеп жаямыз. Өйткені қуырыстың қамыры өте жұқа болған қажет. Жұқа болса ол қытырлап, өте дәмді шығады. Осылайша жұқа қылып, қағаз сияқты қылып, жұқа қылып жаямыз. Жақсылап жайып аламыз. Ұнды сеуіп отырамыз. Өйткені қамырымыз жыртылып кетпеуі қажет. Шет-шеттерінен алып, оқтаумен шетінен бастап жайып, жақсылап жайып болғаннан кейін шет жақтары қалыңдау болса, тағы да оқтаумен бір жүргізіп жайып шығамыз. Осылайша қамырымызды, қуырыстың қамырын жайып болғаннан кейін өзіміздің қуырыс кесетін болса, қуырыс кесетімен кесуге болады. Ондай кесетіндеріңіз жоқ болса, кәдімгі пышақпен кесе берсеңіздер болады. Ұзындығы 50-60 сантиметр қылып, енін 4-5 сантиметр қылып кессеңіздер болады. Мен осы жолы өзім қожоғармен кестім. Осылайша таяқшаға орап алып, тез-тез қызған майға тез-тез айналдырып, осындай гүлдерімізді пісіріп аламыз. Іштен кетпейді, шет жақтарын осылай майыстырып, бір-біріне тіреп қойсаңыздар, ол қуырыс сәлден соң қатып, өз қалпына келеді. Осылайша қуырысымызды дәмді өте қытырлақ қуырысымыз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын. Лайк